Мандарин үй ішінде де өседі. Мандаринді білмейтін адам жоқ. Ол субтропиктік және тропиктік аймақтарда өсетін болса да, тасымалдауға өте қолайлы болғандықтан әлемнің кез келген өңіріне жеткізіледі. Ал сол жемісті климаты қаталдау аймақта ашық жерде өсіруге болмағанмен, үй ішінде өсіруге әбден болады. Сәлем көрермен, бүгін сіздерге мандаринді үйде өсіруге бола ма, сол туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліп коммент жаза кетіңіз. Қазір үйдің ішінде ірі гүлдерді, айтарлықтай көлемдегі лимон, мандарин өсіруге қолайлы ыдыстар жеткілікті. Оны кез келген қаладағы гүл, жеміс-жидек, көкөніс тұқымдарын сататын дүкендерден таба аласыз. Жалпы мандарин оншалықты кірпияздығы жоқ, өсіруге қолайлы жеміс. Тұқымын да көп іздеп жатпайсыз, жеу үшін алынған мандариннің, әрине, таңдаулысының дәнін аласыз да, бірнеше күн кептіріп, сол сатып алған ыдысыңыздағы, алғашында кішірегіне топыраққа себесіз. Ал топырақ таңдағанда оны да сол гүл, тұқым дүкенінен табуға болады. Торфты көп қосудың қажеті жоқ. Цитрустық өсімдікке арналған кез келген жеңіл қоспа жарай береді. Ылғалды топырақты мандарин дәні 2-3 аптада, бәлкім 1 айда өсіп шығып бой көрсетеді. Тіпті кейде өсуінің кідіретіні бар. Жоғарыда кірпияздығы жоқ десек те, оған күтім жасауда біраз нәрсені ескерген жөн. Ең алдымен оған күннің жарығы керек. Жалпылай айтсақ, жыл бойы тәулігіне оған 12 сағат жақсы жарық түскен абзал. Екінші қажетті нәрсе су. Әсіресе жазда қандырып суару қажет. Бірақ суға бөктіруге болмайды. Алдында шағын ыдыста өсірілсе, ағаштың өсуіне, көлемінің үлкеюіне байланысты оны үлкенірек ыдысқа ауыстырады. Барлық ағаш сияқты үй ішіндегі мандаринге де тыңайтқышпен қоректендіру қажет. Бұған минералдықта, органикалықта тыңайтқыштар жарайды. Үй жағдайында мандариннің биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Мандарин сөзі Қытай тіліне тәржімалағанда бай адам деген мағынаны береді. Португалдар Қытай шонжарларын мандариндер деп атаған екен. Бұл жеміс Жапония, Испания, Мексика жерінде өссе де отаны аспан асты елі. Мәңгі жасыл болатын ағашы бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс берген мандарин ағаштары болған екен. Мандариннің емдік қасиеттері. Жөтелге қарсы пайдалы. Қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат, набилетин, бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында сезімдікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калорий болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, ішке бөде, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы мандариндер көңіл күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуенің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандарин жайлы сіз не білесіз? Комментке жаза кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіз. Біз үздіксіз даму үстіндеміз. Келесі шығарылымда көріскенше.